Ассалаумағалейкум. Төртінші разделға осымен жеттік. Біз бұған дейін свойства железобетоннан өттік. Проектирование по предельным состояниям не екенін азды көпті айттық. Расчет анализ конструкцияда кішкене қозғадық. Поверхностна енді төртінші раздел расчет анализ отдельных элементовқа жеттік. Расчет анализ железобетонного сечения элементов деп перенаименовать еттім, қарсы болмасаңыздар. Және де бұл бізде сәл ұзақтау раздел болады, және де маңызды разделдердің бірі. Біз бұл разделда балканың сечениясын, балканың прямоугольный сечениясын, тавровый сеченияны қарастырамыз, және де колоннаның сечениясын қарастырамыз. То есть железобетонное сечение моментке қалай жұмыс істейді, ол момент, заданный моментпен қандай арматура подбирать ету керектігін табамыз. Жалпы бар арматураның қанша моментке шыдай алатынын табамыз. Колонналар енді в основном сжатияға жұмыс істейді, колоннаның сечениялары. Сондай сеченияларды есептейміз. Эксцентриситетпен жұмыс істейді колонналар болатын болса, бұл жақта да моменттер пайда болады, соны есептейміз. Жалпы қызық болады деген үміттемін. Монотонный дауысым уже екінші рет сіздерге бұл тақырып түсіндіріп жатырмын. Біріншісін түсірдім, дауысым қатты монотонный болып кеткен сияқты, енді айыпқа бұйырмайсыздар. Қызық болады деген үміттемін. Давайте бастайық. Основа поведения железобетонного сечениядан. Бұл жерде балканы примерно сіздерге түсіндірейін. Алдыңғы бірінші сабақта айттым бекен, может қысқа ғана былай шолып өттік. Жалпы железобетонное сеченияда балкада үш характер разрушения болады. Үш характер разрушения. Біреуі мына жерде қарасаңыздар, X деген высота сжатой зоны. Білеміз, балкада нейтральная ось болады. Осының үстіңгі жағы сжимающий зона, астыңғы жағы растянутый зона болады. Балканың асты растягиваться етіледі, және ол растяженияға бізде арматура жұмыс істейді. Сжимающийға кейде по расчету арматура кейде қоямыз, кейде қоймаймыз. Қоймайтын да случайлар болады. Себебі арматура керек емес. Конструктивный требованиялармен қазір уақытта әрине қоямыз, бірақ нагрузка көп болмаған кезде бетон сжимающий усилияны өзі жақсы қабылдағандықтан арматурасы да қабылдай алады. Одиночный арматурамен бастаймыз ғой сабағымызды, бірақ енді двойной более реалистичный. Қазір уақытта конструктивно қоямыз үстіңгі жағын арматура, даже по расчету керек емес болса да, себебі хомуттарды, хомут поперечный жұмыс істеу үшін хомут бір нәрсеге іліну керек қой, сол үшін қойылады. Енді үш характер разрушения бар дедік. Соның бірінші характері осы нейтральное, то есть сбалансированное напряжение деформированное состояние. Эпюрасына қарайтын болсақ, сжимающие усилия эпсилон конкрет ультимейт деп аталады еврокодта. Предельной деформациясына бетон жетті, нагрузка үлкен нагрузка қойылған кезде бетон сжимающий усилиясы өзінің пределына жетті, и бетон болт мына жерде уже қирады. Сол уақытта параллельно арматура, бетонның растяжениясын біз есептемей қоямыз, вообще тек арматура жұмыс істейді. Астыңғы растянутый зонада арматура енді өзінің расчетный деформациясына жетті. Расчетный деформациясына енді жеткен кезде бетон уже предельный деформациясына жетті. Расчетный деформация, қазір таблица келесі слайдта көрсетемін, не екенін еске түсірейік. Свойства железобетонда айтқан болатым, екеуінің таблицасын көрсетіп. То есть бұл, мына жерде бетон достигает предельной деформации, в то время как арматура только начинает работать в пластической зоне. Солай қабылдасаңыздар болады. Эпсилон расчетная деформация, эпсилон YD деген yield design деп аталады еврокодта. Өзін текучий
деформациясына, расчетный текучий деформациясына жеткен, енді жұмыс істеп бастайды ғой осы жерден бастап ше, мынау уже предельныйына жетіп қойды. Бұл тип разрушения непредпочтительный характер разрушения болып табылады, себебі үстіңгі бетон уже разрушается, а бетонның разрушениясы хрупкий болып табылады, ол парс it's not bold. Непредпочтительный характер болып табылады, себебі бетон хрупкий сынған кезде экстренный чрезвычайный ситуацияларда адамдарда бірінші адамның өмірінің қаупі, олар эвакуацияланып үлгеру керек. То есть здание нагрузка көбейген кезде немесе сол аварийный нагрузкалар қосылып көбейіп кеткен кезде бетон хрупко разрушаться етіп қалмау керек, арматура былай растяжение болып ұстап қалу керек қой. Сол арматура осылай растяжение болып максимально өзінің пределына шейін жұмыс істеп тұрса, хрупкие разрушения избегаться етіледі және адамдар эвакуацияланады деген предположениемен жасалынған. Бірінші тип непредпочтительный. Мына таблицаны көрсетейін сіздерге. Мына бетонның таблицасы қалай ол жұмыс істейді. Нагрузкалар көбейеді, өзін предельно жетеді и определенный уақыттан кейін өзін предельный деформациясына жетеді. Все, ары қарай ешқандай нагрузканы ол көтере алмайды, болды, бетон разрушается. Осы жерге жетіп қалды, алдыңғы немен уже жетті. Ал арматура бізде эпсилон y YD деген мына точкада, мына точкаға енді жетті да. То есть білеміз, упругий зона бар, пластический зона бар, арматура жұмыс істейтін. Мынау соның идеализированный таблицасы да. Упругий зонада арматура жұмыс істеді, былайша айтқанда енді қызды келіп болды, енді жұмысыма кірсем деген кезде, енді мына эпсилон y-ға жеткен кезде уже арматура бізде критический точкасына жетті, бұзылды. Сол үшін ал арматура бізде мына зонада жұмыс істеу керек, мынадан аспау керек қой. Мына характеристический предельный арматураның точкасы деформациясы, ал бізде ол тек мына точкада енді жетті. Екінші тип разрушения в растянутой зоне. То есть растянутой зонада бұл бізде предпочтительный характер разрушения. То есть бетон достигает предельной деформации, в то время как арматура давно работает в пластической зоне. То есть мына значениеға арматура уже давно жеткен, и арматура уже өзінің максимальный прочностьында жұмыс істеп жатыр деген сөз. И осыған біз стремиться ету керек. Біз байқасаңыздар, сжимающий высота сжатой зоны аз, сбалансированная высотадан азырақ. То есть только мына жер ғана сжимается, одан ары қарай түспейді, өйткені уже арматура ары қарай алып кетіп жатыр усилияларды. И осы характер разрушения предпочтительный. Көптеген расчеттардың основасы осы графикқа байланысты, былайша айтқанда. Үшінші тип разрушения в сжатой зоне. То есть бағанағы бірінші типтағыдайда айтқаным. Және де высота сжатой зоны мына жақта қарасаңыздар үлкейіп кеткен. То есть мына үлкен зона сжиматься етіліп жатыр, және де ол өзінің предельныйына жеткен кезде расчетный деформацияға әлі арматура жетпеген. То есть әлі упругий стадияда жұмыс істеп жатыр, максимальный прочностьта жұмыс істеп жатқан жоқ. Бұл непредпочтительный характер болып табылады тоже. Опять же, хрупкое разрушение. Бетон уже қирап жатыр, арматура әлі өзін толық потенциалында жұмыс істеп жатқан жоқ. Бұл непредпочтительный, бұл былай айтайды: бетон достигает предельной деформации, в то время как арматура не достигла расчетной деформации и работает в упругой зоне. Тоже осыдан біз қашу керекпіз. Осы уақыттың бәрін келесі слайдты көрейік. Итог айтатын болсақ, біздің сечение астында арматура тұр, үстіне арматура қоймадық.
бірінші поведение, бағана предпочтительный дегеніміз. То есть бетон максимально өзінің предельной деформациясына жеткен кезде арматура уже давно работает расчетный деформациядан давно асып кеткен. Бұл бізде предпочтительный характер разрушения болып табылады, және байқасаңыздар, высота сжатой зоны кішкентай сбалансированный. Ориентирді сбалансированный сжатой зонаның высотасынан аламыз ғой. Бірінші сол x сбалансированный дегенді табамыз, және де сжатой зона бізде содан кішкентай болған контролировать ету керекпіз, чтобы арматура бізде жақсы текучий расчетный прочностьтің арасында жұмыс істеу үшін. Бірінші бұл характер разрушения слабо армированное сечение болып табылады. Используется весь резерв прочности арматуры. То есть арматура слабо армированный дегенде азақ арматура қойған ол жақсы болады деген сөз емес. Өзіне осы сеченияға четко өзіне керек арматураның количествосы қойылған. Кейбіреулер ойлайды, мысалы, сечение тұрады, бұяққа там 4,28-ді толып 5,25 қоя саламыз да кете береміз деген, ол өте дұрыс емес. Барлығы расчетпен есептеліну керек. Ал мына 2 мен 3-ші жағдайды қарасаңыздар, арматура өзінің расчетный прочностьтіне әлі жетпей қалған, тең немесе жетпей қалған кез переармированное сечение болып табылады. Арматура не успевает полностью включиться в работу. Егер мына жерге тағы да арматура қойдық. Зато біздің сечение прочный болады деген не, ол дұрыс емес. То есть арматура көп болғаны үстіңгі жақ бірінші қирап қалады да. Арматура толық жұмысқа қосылып үлгермейді. Арматура артық болмау керек, кем болмау керек. Осы келесі сабақта жалғастырайық, уақытты ұзақты созбас үшін.